Қарынды өте оңай жолмен тазалап аламыз. Қалайсыздар, қарынды тазалау өте қиын екен білеміз, бірақ мен сіздерге өте жеңіл жолын көрсеткелі отырмын. Видеоны сақтап алыңыздар, пайдалы болса парақшама тіркелуді ұмытпаңыз. Қарынды ең алдымен осылай ішіне қарап кіргіземіз, сосын үстіне тұз салып, қайнап тұрған суымызды құйып, жақсылап араластырып жібереміз. Кемінде 10-15 минутқа қойсаңыздар, қарындағы тері өзі сылынып түсіп қалады. Осылай қолмен алып тастайсыздар. Бала күнімізде әжеміз, анамыз пышақпен осылай қырып тастап отыратын. Бірақ уақытымыз ұзақ кететін. Ал сіздер осы әдісті сақтап алсаңыздар, еш қиналмайсыздар. Ал сіздер қарын тазалайсыздар ма? Және де қалай тазалайсыздар? Ойларыңызды жаза кетіңіздер. Ал пайдалы болса, менің парақшама тіркеліп қолдап кетіңіздер. Парақшам пайдалы. Бұдан да басқа пайдалы ақпараттар мен рецепт түрлерін көре аласыздар. Қарын тазалайды ау деген досыңызға жіберіңіз. Тіркелуді ұмытпаңыз.